Достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді 5 минутта дайындауға болатын ірімшік қосылған ерекше таңғы жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап лайк басып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, бізге 3 жұмыртқа керек болады. 3 жұмыртқамызды осылай ыдысымызға салып, үстінен сүт құямыз. Барлығын толықтай араластырып аламыз. Енді үстінен бір кесе ұн салып, тағы да араластырамыз. Барлығын араластырып алдық. Енді үстінен осылай жасыл пияз қосамыз. Ұсақтап, осылай барлығын бір кетіп турап аламыз. Осылай пиязымызды қосамыз, тағы да араластырып, үстінен жаңағы бір помидорымызды тура осылай 4 бұрыштап тураймыз. Ұсақтап, осылай 4 бұрыштап турап, тағы да бірге қосып, бәрін араластырамыз. Және де үстінен бір шымшым тұз саламыз. Неке достар, барлығын қосып араластырып алдық. Енді дайын болды. Енді бұны қызып тұрған жаңағы табамызда пісіреміз. Табамызға сәл ғана майтамызды барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Енді осыны табамызда қатты температурада қыздырып аламыз. Әбден қызғаннан кейін осылай үстінен құямыз. Барлық жерге бірдей жайылуы керек. Осылай табамызды қозғалту арқылы жазып алсаңыздар болады. Енді бұның екінші жағына аударып, екінші жағына аударғаннан кейін теркадан өткізілген ірімшігімізді, сырымызды осылай себеміз. Осылай бүктеп аударамыз. Неке біздің таңғы асымыздың екі жағы да дайын болды. Осылай барлық бөлігін осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді, тойымды таңғы ас болып шықты. Неке достар, біздің 5 минутта таңғы асымыз өте тойымды дәмді таңғы асымыз дайын болды. Видео рецептін ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама жазылып алыңыздар.